Бірінші тапсырмаға назар аударсақ, фигуралардың боялған бөліктерін бөлшек түрінде жазыңдар дейді. Фигураларды қараймыз. Біріншісінде 2-ден 1 бөлігі, 3-тен 2 бөлігі, 4-тен 3 бөлігі, 5-тен 4 бөлігі, 6-дан 4 бөлігі боялған. Енді осы есептің әсінде боялмаған бөліктері дейді. Фигураларға қараймыз. 2-ден 1 бөлігі, 3-тен 1 бөлігі, 4-тен 1 бөлігі, 5-тен 1 бөлігі және 6-дан 2 бөлігі боялмаған. Екінші тапсырмада жарты жылдың айлар санын көрсететін бөлшекті және жылдың бір мезгілінің айлар санын көрсететін бөлшекті жаз деген. Біздер былай жазамыз. 12-ден 6 және 12-ден 3 деп жазатын боламыз. Үшінші тапсырма салыстыруға берілген есептер. Бұл жерде біздер алдыңғы сабақта айттық, қай бөлшектің алымы үлкен болса, сол бөлшек біздерде артық болады дедік. 13-те 7 артық 13-те 5-тен, 15-те 7 кем 15-те 13-тен, 9-да 7 артық 9-да 5-тен, 15-те 11 артық 15-те 8-ден. Төртінші тапсырмаға назар аударайық. Әжей Бөкебайды бір апта бойы әр күні бірдей ұзындықта тоқиды. Егер бүгін сәрсенбі, бейсенбі, сенбі болса, онда ол Бөкебайдың қанша бөлігін тоқығанын көрсететін бөлшекті жаз. Ол әлі қанша бөлігін тоқу керек. Бұл жерде Бөкебай дегеніміз жұмсақ жүннен түбіттен тоқылған мойынорағышты айтылады. Енді осы есепті шығарып көрейік. Тоқыды бір аптада 7 күн бар екен білеміз, е? Енді бұл жерде қанша бөлігін тоқығаны белгісіз, және де әлі де қанша бөлігін тоқу керек. Енді сәрсенбі күні тоқыды 7-ден 3 бөлігін тоқуы керек, 7-де 4 бөлігін. Бейсенбі күні тоқыда 7-де 4 бөлігін тоқуы керек, 7-де 3 бөлігін. Ал сенбі күні тоқыда 7-де 6 күнін тоқуы керек, 7-де 1 күнін. Келесі 5-ші тапсырмада сандарды өсу ретімен орналастырсаң, қазіргі бөлшекті жазу түрін алғаш қолданған ғалымның атын білесің. Бұл Леонардо. Арғарай біздер енді мына бөлшектерді өсу ретімен орналастырсақ, біздерге бөлшекті жазған ғалымның есімі шығатын болады. Біздерде бұл Леонардо Пизанский. Келесі 6-шы тапсырмада өрнектерді баған түрінде жазып мәнін есепте тексер дейді. Біздерге өрнектер беріліп тұр. Енді оларды баған түрінде мен сіздерге көрсетіп қойдым. Және де біздер бұл жерде егер азайту болса оны қосумен, қосу болса оны азайтумен тексеретін боламыз. 7-ші тапсырмада теңдеулерді шешіңдер дейді. Бұл жерде күрделі теңдеулер берілген. Мен сіздерге теңдеулерді шешіп көрсетіп қойдым. Енді менің каналымда күрделі теңдеуді қалай шешу керектігі жөнінде нұсқаулық бар. Көрулеріңізге болады. 8-ші тапсырмада өрнектер берілген. Солардың мәнін табуымыз керек. Бұл жерде біздер ескереміз. Бірінші амалдардың орындалу тәртібін есімізге түсіруіміз керек. Мысалға, 50-ден 6 мен 4-тің көбейтіндісін азайтамыз деген өрнекте біздер бірінші көбейтуді орындап аламыз. Содан кейін барып 50-ден шыққан санды азайтамыз. Арғарай жаңа өрнектерді өздеріңіз парақшамнан көріп алыңыздар. 9-ші тапсырмада Камила, Назгүл, Ғалия және Толқынның туылған күндері 2 наурыз, 17 мамыр, 2 шілде және 20 наурыз. Ғалия мен Назгүл бір айда туылған, ал Ғалия мен Камиланың туған күндер сәйкес келеді. Әр қыздың туылған күнін көрсет дейді. Бұл жерде Ғалия 2 наурызда, Камила 2 шілдеде, Назгүл 20 наурызда,